Бекқайыр Аманшин атындағы мектеп бөбекжай кешені коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектеп алды сынып тәрбиешісі Гүлжазира Асқарқызы және менің тәрбиеленушім мектеп алды сынып оқушысы Кеңес Арунас Жасұланқызы. Бүгінгі біздер мен зерттеушімін байқауында біздің алып отқан жобамыз Жанартаудың атқылау кезіндегі практикалық жұмыспен көрсететін боламыз. Арунас, бізге ол үшін қандай заттар керек еді? Су, сұйық сабын, лимон, қышқылы, уксус, ас содасы және бояулар. Енді Арунас біздер ең бірінші тәжірибемізді бастамас бұрын мына жанартауымыздың ішіне су құятын боламыз. Енді осы құйған суымызға біздер ең алдымен сұйық сабынды қосамыз. Сұйық сабынды алауы қолыңа. Енді сұйық сабынымызды қосып болдық. Ендігі келесте бізде түрлі түсті бояуларды аламыз. Түрлі түсті бояулауы қолыңа. Жанартаудың атқылау кезіндегі түсі оның қызғылт түс екен. Осы қызғылт түсті алауы. Лимон қышқылын алауы қолыңа. Енді лимон қышқылын салып болдық. Енді бізге келесі усос керек. Усос қосамыз. Усосты құярда Арунас абай болу керек екен. Бұл өте зиянды. Мен құяйын саған. Енді келесі ас содасын салауы. Кел, ұстап асыны бірге. Ішіне абайлап саламыз. Енді қараймыз жанартаудың атқылауын.